Қақаған қыста мен тауықтарымның барлығы туып шығады. Менің хоббим тауықтарға жақсы күтім көрсету және де солардың жемісін жеу. Тауықтарымның бүгінгі жұмыртқасын алған жоқ едім. Енді кешке дейін туды ғой. Жаңа келіп жатыр енді. Алла тек берекесін берсін. Шүкір деп өмір сүру керек қой. Шүкір, Аллаға шүкір деп. Ниетіңіз қандай болса, сондай жағдай жасайды ғой Алла. Ал енді жұмыртқамды осылай бүйтіп жинап шығам. Көбіне енді торт пісіретін болғасын, бәрін көбіне пайдаланып тастаймын ғой. Жын болып шығады ғой енді. Торт жасасаң, бұл тауықтың жұмыртқасы деген натуральный ғой. Натуральный болғасын, бұны пісіріп жесең де, қуырып жесең де, кәдімгідей дәмі деген ерекше. Мынаны енді басқа қағазға жинауым керек. Адамдар айтып жатады да, сен соншама күтім жасайсың, сонша витамин бересің, одан не пайда, оданша сатып алып жегенім жақсы дейді. Ал енді әркімге ойлатып айтқызып қойсаң неше түрін айта береді ғой. Бірақ қараңыздар, 2 күнде 50 жұмыртқаға жақын жұмыртқа аламын. Мысалға оны сататын болсам, мен мысалға 5000 теңге тауып тұрмын 2 күннің өзінде да. Ал сіз 30 күнді есептеп қараңызшы, бір айда есептеп қараңыз, еселеп табасыз. Мен мысалға соншама күтімді көрсетпесем, витаминді бермесем, ол мысалға маған ауру тауып мынанша жұмыртқа бере ме? Соны ойлап қараңыздар.